Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Сандуғаш. Бүгін мен сіздерге осындай сәнді алқа жасап үйретемін. Керек заттардың бәрін описанияға жазып қоямын және қалай жасалуын. Ең бірінші тросты алып, септің бойымен өлшеп аламыз. Септен сәл ұзын болу керек. Содан кейін кремді алып, артынан протекторды өткіземіз. Протектордың екінші жағын алып, өткізіп, кремдқа өткіземіз. Кремді түзулеп, әдемілеп, тура видеодағындай арнайы инструментпен қысамыз. Қысып, тура осы видеодағындай артынан тексеруді ұмытпаңыздар. Шығып кетпеу керек трос. Кремдің мықтылығын тексеріп аламыз. Енді бір-бірлеп жемчүгті өткізе бастаймыз. Жемчүгтің үш ұштығын өткізіп, артық тросты жемчүгтің тесігінен өткіземіз. Жемчүг кішкентай болса, өтпесе, онда бас жағын артық жерін қиып тастаймыз. Артық жерін қиып тастағаннан кейін жемчүгтің 10 ұштығын өткізіп, бір-бірлеп ұштығын өткізгеннен кейін межбуси шарикиді өткіземіз. Барлығы 4 ұштық арасына бір жемчүгтен өткізіп, тура видеодағындай жасаймыз. Еш қиындығы жоқ. Тура осы видеодағындай қылып, бәрі түсінікті болып тұр. Төрт ұштық межбусиді өткізгеннен кейін қалған жемчүгті бір-бірлеп тізіп, барлығын тізіп шығамыз. Қанша жемчүг керек заттардың бәрін описанияға жазамын. Сол жерден оқып, қарап оқып жасасаңыздар болады. Жемчүгті толық өткізіп болғаннан кейін басындағындай кремді өткізіп, артынан протекторды өткізіп бекітеміз. Жұмысымыз аяқтап болғаннан септі екеуін өлшегенде екеуі бірдей болып шығу керек. Біреу ұзын, біреу қысқа болуға болмайды. Екеуі бірдей болу керек. Бекітпей тұрып өлшеп аламыз. Егер бір жер түсінікті болмай жатса, комментарияға жазыңыздар, сіздерге обязательно жауап беретін боламын. Артық тросты қиып тастаймыз. Мендегі бұнда қолданылған заттардың бәрі пазолотым, яғни алтын жалатылған.
Енді колечкиді алып, размерін бәрін описанияға жазам. Екі инструментпен жанына қарай жылжытып ашамыз. Бастапқыда колечкимен ғана жасайтын болғам, артынан ойымды өзгертіп, застежканы қосатын болдым. Енді колечкиді, қайдадан ашылған колечкиді цепке өткізіп, застежканың аяқ жағынан өткізіп бекітеміз. Мен осы заттардың барлығын Ақтөбеден фурнитура сататын магазиніне заказ беріп алдырттым. Енді колечкиді ашып, екінші жағын өткіземіз. 9 застежканың бастапқы домалағын өткізіп аламыз. Домалағын жемчуг өткізілген жақта болу керек. Бас жағы. Үшінші колечкиді алып, цепке өткіземіз. Және тоғылдың аяқ жағынан өткіземіз. Енді ең соңғы кулонымызды алып тағамыз. Кулонның өзінде осындай колечки болады, дайын. Соны ашып өткізіп, тоғылдың домалақ жағына саламыз. Және де мен сіздерге межбусы шарики деп айтам, магазинде дәл солай атауын атап алсаңыздар болады. Алқамыз дайын.